Айтпақшы, дәл қазір біз Ақсуат ауданы Ақсуат ауылындамыз. Бұнда келген себебіміз тұғыры биік Тарбағатай атты өнер және спорт фестивалі халықаралық деңгейде өтіп жатыр. Бұл бірінші рет емес, тарихта 8 рет өткен болатын. Мінекей 8-ші рет бүгін жалауын желбіретіп отыр. Әлемнің 19 елінен келген спортшылар қазір қазақ күресі спорты бойынша бір-бірімен бақ сынауда. Түстен кейін айтыс өнері жаңғыратын болады, ал ертең кешке дискотека. Бүгінгі атмосфераны бірге сезіней кеттік. Қазақ күрес тамаша. Қазақ күрес супер. Жақында ғана сіз Қазақстан барысы атандыңыз, иә? Құтты болсын айтсам деген сізге. Әлемнің оңай палуандары келмейді. Барлығы өз елдерінің чемпиондары, жеңімпаздары. Енді бір жағынан қуанамыз біз қазақ күресімен, осы бүкіл әлемнің палуандары өз елдерінде осылай дамып жатқанына. Енді индиялық палуан осал қарсылас емес. Келесі күрес кіммен болады бұйырса? Келесі енді польшалық палуанмен белдесу өтеді, соған дайындықсыз. Додада болып кетеді. Бірінші жылы Қазақстан ішінде болған, қазақтың батырлары келіп өскен. Одан кейін әлемдік деңгейде өтіп жатыр. Әлемдік деңгейде қаншама әлемнің мықты палуандары келіп күресіп жатыр. Мен осы жерде 5-6 рет чемпион болғанмын. Енді қазір спортты аяқтаған байланысты биыл қатысқан жоқпын, бірақ енді жаңа айтып жатырмын, өзге ұлттың азаматтарының өтіп жатқаны, жеңімпаз болып жатқан, ол енді біздің батыр бауырларымыздың әлсіздігі емес. Ол басқа ұлттың да қазақ күресі басқа ұлтта өте жақсы дамып жатқанын белгісі деп айтуға болады. Қалдарыңыз қалай? Кімге жанкүйеріміз? Өзбекстан, конечно. Өзбекстан? Жоқ, қазақ күресте өзбекстан. Жалпы негізі қазақсың ғой? Қазақ. Жалпы күресте кімге жанкүйерсің? Жалпы күресте Қазақстан, конечно, қазақ. Соның ішінде қай жігітке? Ахметжан, Әсет. Айтыста кімге жанкүйеріміз? Айтса, ақындар көреміз сосын. Жалпы негізі Мұхтар Нияз негізінде. Тіпті Ақсуатта осындай қыздар бар екен. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сіз бүгінгі қазақ күресіне әдейі қазақша көйлек кигендіңіз бе? Иә, маған ұнайды, бәрі ұнайды. Спортшыларға енді ақ жол тілеймін. Мәселен бәрі жеңуде емес, енді қатысқанның өзі бір бұл жерде ғажап. Мынандай қасиетті жерде болып жатқаннан кейін келе алмаған да спортшылар бар. Келген енді спортшылар қазақтың намысын қорғап, осы байрағымызды жоғарыда желбіретіп жүре берсе екен деймін. Бүгінгі күреске қай жақтан келіп отырсыз? Бүгінгі күреске мынау Қызылкесік Биборанбай ауылынан келіп отырмыз, осы Тарбағатай ауданынан. Өте жақсы өтіп жатыр. Күнде жоқ, міне көңіліміз сергек. Осылай жасай берсін қазағымыз. Той құтты болсын. Кімге жанкүйерсіз? Мен негізінде мынау өз қазақстандықтардың күресін, содан кейін мынау ақындар айтысы, мынау Қайыртай ұлына және Ринат Зайытты қолдап келіп отырмыз. Солардың айтысын көрсек деген мақсатпен келіп отырмыз. Екеуінің біреу бірінші орын алады деген үміттемін. Күрес, айтыс көруге келдіңіз, иә? Концерт көрмейсіз бе ертең? Ертеңген негізі бүгінгі күн болса дегенбіз, ертеңген ат жарыстан кейін елдің бәрі тарқап кетеді ме деген ойдамыз. Енді келешекте концерт түнде осы екінші күнде өтсе деген өзіміздің ойымыз бар. Бүгінгі шараны көруге қай жақтан келдің? Семей қаласы. Семейден арнайы Ақсуатқа келдің бе? Иә, әрине. Мықты, сонау Семейден Ақсуатқа осы күресті көру үшін келген екен. Кімге жанкүйеріміз? Мақсат өзіміздің Қазақстан, Масақ Исағалбұловке. Қызылорданың жігітіне? Қызылорданың жігіті, иә. Айтыс көреміз бе кешке? Әрине көреміз. Айтысқа да. Ертең концертке қаласың ба? Қаламыз. Бәріне қатысуға арнайы осы тойға келдік көруге. Шашлык жейсің ғой, иә? Ал құрметті ағайындар. Кімге жанкүйеріміз? Кімге жанкүйеріміз? Өз біздің Қазақстан балуаны Ахмет. Қайсысы? Қуат па, Ахмет па? Ахмет, Қуат. Өтірік айтсам, мен ондай бар еді жоқ қой. Жаңағы кім еді, мен көрмей қалдым. Кім еді? Мақсат деген, иә? Мақсат. Қуат Ахмет деген күресі жоқ мына жерде. Келген қонақтарға бәле етеміз мына күреске келген Индияның жігіттері. Индияның жігіттері мықтаға, иә? Жақсы, Индия, Моңғолия жігіттері бәрі жақсы, соларға бәле етеміз. Жалпы индийский фильм көрген шығармыз, иә, кезінде? Көрмегенде онда очередь менеде. Кешетірдеп терлеп тұрады қабырғаның бәрі, көре алмайды. Осындай болма очередь примерно? Бұдан да көп.
Достар, мінекей дәл жаңа ғана қазақ күресі өз мәресіне келіп жетті. Біздің Абай облысының азаматы Әсет Ахметжанов жүлделі бірінші орынды жеңіп алды. Қазір енді қазақтың ұлттық өнері айтыс басталады. Бірінші орынға Chevrolet Cobalt автокөлігі келетін болады. Жақсы мен жақсы мәлім шатыспасы. Жақсы мен жақсы мәлім атыспасы. Жалпы былтырғы жылы біз 50-ге жуық ақынды қатыстырдық бұл айтысқа. Биыл да сондай ақын қатысты. Дәл қазір Ақсуатта, Семей өңірінде, Абай облысында асыл домбыраның финалын өткіземіз. Осы финалда 16 ақын келді. 16 ақын әрқайсысы жеребемен шығады. Алдын ала топтасу деген келісім жоқ. Жеребе бойынша кімнің кімге қарсылас болатыны белгісіз. Сондықтан да біз осы асыл домбыра арқылы айтыстағы шынайылықты қайтадан орнына келтірейік деген оймен бастап жатқан сәтіміз бар. Абай ауданы жаңадан құрылып, сол Абай ауданының құрылған кезінде соның жаңа әкімінің өзі келіп құттықтап ашып беріп жатыр. Сондықтан бұл өзінің облыс жаңа Абай облысы жаңа тарихын ашқан кездерде соған қосылатын жаңа парақтар болып есептеледі. Мен ойлаймын. Қазақтан бөліп алу қиын. Ал енді осы ел болғалы, атқа ер тоқым салғалы, жылқы малының тағдыры мен қазақ тағдыры бір-біріне ұқсас келеді. Баяғыда итің жаман дегенде намысы келетін қазақ бүгін барлығы бір жүнжік қалғандай, немқұрайлық пайда болғандай. Ол немқұрайлықтың барлығы қайдан пайда болады? Ол мына адамның шынын айту керек, тұрымтайдың тұсымен кетуімен. Әрине, заман адамды билейді. Адамның басына түскен әлеуметтік кейбір қиындықтардың барлығы өзінің әсерін беретіні хақ. Бірақ ағайын-ау, біз дүниеге қыз келгенде, ұл келгенде, осының бәрін өз жолымен тәрбиелеп, өз бағытын беруші едік қой. Қызын кәдімгідей арға санаған, азаматын нарға санаған ұл дедік қой. Осылардың барлығын біз ертең ел боламыз деп тәрбиелеуші едік қой. Осының барлығы бүгін бір шатқаяқтап қалғандай еді. Ендігі мына жаңа Қазақстанның алдына қойған мақсаты осы дүниелердің барлығын түп нұсқа болмағанмен, бірақ заманауи жағынан тәрбиелеуге келгенде бұл мінбеден тұрып ұран айту емес, осындай іс-шаралармен, осындай мағыналы іс-шаралармен. Сол кешегі мысалы Кремде болған дода, бүгінгі Аламан бәйгенің өтіп жатқандағы қоғамның, халық жиналған халықтың делебесі, осының барлығы ертең бүгінгі өзінің жақсы жемісін береді деп ойлаймын. Бүгін Абай елінде тарих изат. Неге десеңіз, Көкпекті ауданынан шыққан бір топ аламан бәйге Ақсуат ауданына бет алды. Яғни 140 шақырымды еңсерген аламан бәйгені қазір осы тұрғындар болып, көрермен болып бірге тамашалайтын боламыз. Және де бүгін әлемдік рекорд жаңарып қалуы әбден мүмкін. Әулие Ырғызбай атамыздың басына Құран хатым түсірдік, сол асқа қатыстық. Одан кейін кеше айтыс басталды, палуандар күресін көрдік. Міне қазір мынандай ат жарысқа қатысып, керемет көңіл күйде жүрміз. Бұл той деген жалпы қазақтың басын біріктіретін, қазақты ұйыстыратын сондай керемет дүние ғой. Бабаларымыз содан осы дүниені бізге мирас етіп қалдырды. Соңғы 2 жылдық, 3 жылдық кішкене көңіліміз құлазып, пандемиядан кейін
осындай бір дүниелерге жинай алмайған бір үлкен серпіліс болып жатыр. Бұл Ақсуатта өтіп жатқан дүние жалпы бүкіл Қазақстанға, бүкіл Қазақстан түкпір-түкпіріне үлкен үлгі болатын, тәрбиелік мәні өте зор, халықты біріктіретін, жан-жақтағы адамдардың басын қосатын және дәстүрімізді жаңғыртатын сондай үлкен шара. Сондықтан осындай шаралар өте көп болсын деп тілейміз. Гран-приге 20-ға жуық мемлекет қатысып жатыр. Аталған гран-при мерекесі биыл 8-ші рет өтіп отырады. Індетке байланысты 2 жыл өтпей қалды. Алақандай қазақ елінің ғұрпын, танымын бүкіл әлемге, табиғатын бүкіл әлемге танытып жатырмыз. Турнирдің негізгі мақсаты бұл алақандай қазақ ауылын бүкіл әлемге таныту еді.